Бізде адамзат тарихында алғаш рет адамдарды Марсқа аттандыруға қажетті технология, білім мен шабыт бар. Біз қазір алыс ғарышты зерттеуге барынша ыңғайлы етіп жобаланған ғарыш кемесі Орионды жасап жатырмыз. Бірақ адамдарды Марсқа жөнелту үшін Орионның бір өзін ұшыру жеткіліксіз. Орион 3 жылға созылатын, 100 миллион километрлік сапарды ғылыми құралдармен, керек жарақтармен қамтамасыз ететін үлкен жүйенің бір бөлігі болуы тиіс. Біз бұл концепті Mars Base Camp деп атадық. Mars Base Camp идеясы қарапайым. Түсіндіре кетейін. Бұл 4 модульден тұратын орбиталық станция. Сенімділік үшін ондағының бәрі дерлік қосарланған. Бұлар ғарыш кемесіне қажет электр энергиясын өндіретін 4 алып күн батареясы. Қозғалтқыш ретіндегі 2 криогендік саты. Сұйық оттегі мен сұйық сутегі құйылған отын бактары бар 2 ферма. Әрине, 1000 күндік миссия кезінде 6 астронавтқа тұратын жер керек қой. Сондықтан Марстағы базалық лагерде ұйықтауға, тамақтану мен дене шынықтыруға арналған 2 тұрғын жай мен негізгі модуль бар. Және ең бастысы, Орион борттық компьютерлер, навигация мен байланыс құралдары бар басқару бөлімі. Орион кемені сенімдетіп, ғарышкерлердің аман-есен қайтуын қамтамасыз етеді. Жұмыс басталып та кеткендіктен, шамамен 10 жылдан кейін біз бұл жүйені ұша аламыз. Орион сынау мақсатында ұшырылып үлгерді, ал қазір ай маңында Deep Space Gateway станциясы жобалануда. NASA мен Lockheed Martin ұшқышсыз Орионды SLS, яғни Space Launch System зымыранмен ұшырмақ. Exploration Mission 1 EM1 миссиясының мақсаты ай орбитасына 3 аптада барлық жүйелерді тексеру. Орион мен EM2 келесі жолы экипажбен ұшады. SLS бұл ұшырылымда сондай-ақ Deep Space Gateway-дің алғашқы модульдерін шығарады. Deep Space Gateway іс жүзінде ақш пен басқа елдерге арналған ғарыштық буксир. Ол ғылымға төңкеріс әкеліп, айдағы кәсіпкерлікке алғышарт туғызады. 2020 жылдары біз NASA мен бірге Deep Space Gateway-ді құрастырып, содан соң Mars Base Camp-ті жасап, оны ұшуға дайындаймыз. Ақыры, Mars Base Camp бортында адамдарды Марсқа аттандыруға дайын боламыз. Бұл істі қалай жасауды талқыладық. Енді оның мақсатына келейік. Бұл лагер адамзат тарихындағы аса зор әрекет қана емес, ғылымға қосылатын үлес. Ғасырлар бойы қойылып келе жатқан маңызды сұрақтарға жауап іздеу. Біз қайдан келдік? Қайда барамыз? Біз жалғызбыз ба? Астронавтар орбитада тұрып, роверлер мен дрондарды планетаның қай нүктесіне жіберіп, нені зерттеу туралы жедел шешім қабылдай алады. Кейін зерттеу үшін топырақ үлгілерін алуға, немесе Марстың қос серігін жақыннан бақылау үшін ғарышкерлер тобын жіберуге болады. Сондай-ақ, орбитадан экипажы бар тұңғыш миссияның түсетін орнын құптай аламыз. Lockheed Martin NASA мен бірге Марсты басынан бастап зерттеп келеді. Сондықтан оған жету жолын, Марста қалай жұмыс істеуді және бұл істе қалай көш бастауды білеміз. Mars Base Camp әзірше тек концепт, идея ғана. Алайда Марсқа адам баласын ол, мейлі басқа жүйе жеткізсін. Адамзат тарихтың жаңа тарауын ашуға, қызыл планетаға адамдар жіберуге жақын қалды.